қалайсыздар? Бүгін көріп тұрғандай жаңа жерде бұл видео жаңа форматта болатын шығар енді. Үшін бүгінгі айтатын нәрсе, менің алдымда бір жігіт сұрады да, 99 жылы ма, 2000 жылы ма, не помню. Тайыр осылай, қазір маған 1 миллион теңге қалай тапсам болады дейді. Қалай маған қазір ақша керек болып тұр, ақшаны қалай тапсам болады, сен білетін шығарсың, айтшы маған дейді. Потом мен оған сұрақтарды қойдым. Үшін бірінші несі мынандай да, егер сен, допустим, 20-дасың или 18-десің, саған ақша табу керек болса, оған айтқан ғой, сен биржамен айналыс деген, сетевой маркетингпен айналыс деген. Биржа деген нәрсе енді слишком ерте, если сен тез 1 миллион тапқың келсе, потому что сен когда инвестор болған айналысасың да, мен даже маған ерте, мен осындай мәселем бар айналысу үшін. Мен оны айттым да, сен бірінші осыған дейін, сен в любом случае бір 2 мың теңге ме, 60 мың теңге ме, 20 мың теңге ме таптың деймін да, я таптым дейді. Енді қара, сол нәрселердің барлығын жазып шық дедім. Допустим, сен сайт жасайсың, таргет жібересің, или компьютер жөндейсің, любой бір услуга арқылы оның бір бағасы болады дедім. Ол я деді. Енді қара, бүкіл, допустим, 10 ба бірдеңе шығады в любом случае. Ақша алып беретін тізімнің 10-ын жазып шық дедім. Потом ол 10-ын жазды. Допустим, таргет 20 мың теңге, сайт 30 мың теңге, компьютер жөндеу 5 мың теңге, антивирус қондыру 6 мың теңге, Word қондыру 3 мың теңге. Бүйтіп бүкілін жазып дедім. Потом саған 1 миллион теңге керек па? Енді қара, сен неше сайт жасау керексің 1 миллион теңге табу үшін? Сен неше таргет жүру керексің 1 миллион табу үшін? И соны бүкілін жазып шық та, и соны бүкілін жазып шық, потом отрегулируй. Қайсыған спрос көп, соны бірінші қой да, соны соған уже цель қой да. Қайсында көп продажа болады сенде. И соны барын жазып дедім. Потом жазып жібердім да, сосын айттым. Сен осылай істе дедім. Бірақ сен менен сұраған кезде, сен параллельно тағы 2 адамнан сұрадың деймін айтам. 100% сен солай істедің. Неге деймін? Потому что адам іздеген кезде сұраққа жауапты. Ол бір адам іздемейді, көп адам іздейді да, и ешқайсысын істемейді, скорее всего. И қайсы ұнаған, сен күштісің, кім күшті айтып берді, соны істейді. Но в любом случае, если сен біреуден ақыл сұрасаң, сен бірінші сол адамнан жасау керексің, потому что әркімнен сұрай берсең, когда сенде 6 вариант бар, 6 отельдің варианты бар, күшті да. Сен 6-ауын да таңдауға қиналасың да. Қай кезде сен таңдау оңай болады, когда вариант аз. Түсінесіз ба? Сол үшін бір нәрсені сұрасаңдар, сол нәрсені жасау керек. И ол айтып тұр, я брат, мен сен тағы 2 адамнан сұрап отыр едім, соларды айтып жатыр, өз ойларын дейді да. И айттым, мен білемін, потому что сұрайды, потому что ол стадияда мен де өткенмін да, қалай ақша табуға деген сияқты. И сондай нәрсе, ең бірінші просто жасалатын нәрсе, ол жаңа нәрсе үйрену. Айтады, мен таргетті үйренгім келеді дейді да. Сен үйренсең много потеряешь да, потому что сен қадаласын етесің, сенде шығын болады. Ал оған дейін қазіргі сенде бар нәрселер бар ғой, сен бірінші содан ақша табып үйрену керексің да. Сол үшін просто басында идеялардың бәрін жазып шық, сенің қолыңнан не келеді барлығын, и не нәрсе саған ақша алып келеді. Допустим, сен музыкамен айналысасың ба, может сен фонограмма сыйлап жатырсың да, сен онымен де ақша табуға болады. OLX бар, маркет бар, үшін любой нәрсе салсаңдар, ояқтан ақша по-любому келеді. Тем более сен батыс Ақтөбе атырау жақтан болсаң, вообще изи. Алматыда шамалы қиындау, енді конкурент көп, но когда сен өз жерінде, өз регионында, оны табу оңай. Ең бірінші жасалатын нәрсе, қолынан келетін нәрседен барын жазып шық. Потом ол неше тұратынын қара, нешеге бағалайтын, и нешеу керек екен бағала, и 500 мың ба, 300 мың ба, любой цены қой да, и соған неше продажа жасау керек жаса, и соған еңбектен болды. Көп идея, көп вариант іздеме, как можно заработать, іздей берген сайт, сен іздей бересің да, как будто бы откладываешь, мен әлі дайын емес, мен тауып алайын, күшті методты бірінші тауып алайын деп іздеп жүре бересің да, и ақыры жасамайсың да, басқа нәрсе кетіп қаласың. Сол үшін просто ізденіңдер, ізденбес бұрын, іздеңдер не нәрсені, өзінің қолынан келетін нәрсені, копайтесь себе, өз нәрсені жазып шықыңдар, навыктан барлығын, и соны ақшаға айналдырыңдар.